Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен Қазақстан тарихынан Ақ Қазақ хандығының негізі атты тақырыпты өтеміз. Негізгі оқу мақсатымыз Қазақстанда мемлекеттіктің қалыптасуының тарихи кезеңдеріне тоқталамыз және Ақ Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын анықтаймыз. Ақ ұғымына тоқталатын болсақ, Ақ Жошы ұлысының шығыс қанаты ретінде бізге тарихтан белгілі. Орыс хан біріктірген Орасан аумақ, қазақтардың этникалық аумағы және болашақ қазақ хандығының мемлекеттік аумағы. Сондықтан Орыс ханның Ақ бізде бірінші қазақ мемлекеті болып есептелінеді. Ақ Қазақстан аумағында моңғолдардан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Ақ аумағы үлкен, Жайық өзенінен бастап Батыс Сібір ойпатына дейін Сырдарияның орта және төменгі ағысы аралығын алып жатыр. Оның орталығы Сығанақ қаласы. Ақ 14 ғасырдың екінші ширегінен бастап Алтын Ордадан біржолата бөліне бастады. Ақ ұғымы ежелгі түрік және моңғол ұғымдарында еркін, азат, дербес деген мағынада беріледі. Бұл енді қара тобыр, басыбайлық дегенге қарсы қолданылатын ұғым. Ақ негізін қалаған, негізі Шыңғыстың немересі Жошы ханның үлкен ұлы Орда Ежен. Ақ алғаш құрылған кезде Алтын Ордаға тәуелді болып есептеледі, бірақ ол шын мәнінде тәуелсіз саясат жүргізіп отырған мемлекет. Мінекей өздерің көріп отырғандай, Жошы ұлысы оң қанат және сол қанат болып басқарылса, соның оң қанатында Батый хан, ал сол қанатын Орда Еженге берілген. Орда Еженнен ары қарай заңды мұрагері Ақ мемлекеті қалды. Ақ мемлекеті үлкен аумақты алып жатыр. 1428 жылғы картасы бар, мінекей балалар көрініп тұрғандай, Қазақстанның орталық Азиядағы. Және бұл Ақ этникалық құрамы түркітілдес ру тайпалардан құрылған, патриархалдық феодалдық мемлекет. Тайпалары оларда Қыпшақтар, Қоңырат, Арғын, Алшын, Қаңлы, Керей, Үйсін, Найман тайпалары. Ақ дербес мемлекет ретінде қалыптастыруы 4 кезеңнен өтті. Алғашқы кезеңі Ақ алғаш шаңырақ көтерген Алтын Ордамен саяси арақатынас қалыптасқан жылдар. 1224-1243 жылдар. Ақ Орда Ежен ұрпақтары ел дербестігі үшін үлкен күрес жүргізеді. Бұл 1250-1370 жылдарда. Одан кейін үшінші кезең Орыс ханның билігі, темір шапқыншылығы қарсаңындағы Ақ 1370-1405 жылдар. Одан кейінгі Орыс ханның ұрпақтары Әбілқайыр билігіне қарсы күрескен, соның нәтижесінде Ақ атауын Қазақ хандығы деп атаумен қайта жаңғыртқан жылдар 1428-1465. Яғни қазақтың алғашқы хандары Керей мен Жәнібек билік еткен. Ақ хандарын қарап отырсаңдар, Орда Ежен, Сасуға, Ерзен хан, Мүбәрак хан, Шымай, Ұрыс хан, Тоқтамыс хан, Барақ хан және Барақ сұлтан бұл ең соңғы ханы болып есептелінеді. Бұл хандар саяси жағдайына оралатын болсақ, 15-14 ғасырдың екінші жартысында Өзбек ханның баласы Жәнібек ханнан кейін Алтын Ордада аласапыран төңкеріс болды. Осы талас тартысты дер кезінде пайдаланған Орда Еженнің ұрпағы Ұрыс хан, ол Ақ билігін өз қолына алып, күшті қуатты мемлекет жасайды. Өзі осы Сығанақта Ұрыс хан өз атынан теңге соқтырды. Ұрыс хан жалпы билік еткен жылдары сыртқы саяси ауыр жағдайлар мен ішкі қақтығыстар Ақ әлсіретті біраз. Ақ әлсіреу себебінің негізі Әмір Темірдің тонаушылық жорықтары және ішкі тартыстар. 1376 жылы Әмір Темірмен шайқаста Ұрыс хан қайтыс болады. Ұрыс ханның немересі Барақ өзінің мақталастарын жеңіп, Ақ ең соңғы ханы болып есептеледі. Барақ сұлтан Ақсақ Темірдің Ұлықбекке қарсы жорығына аттанып, Сығанақты, Сырдария бойында қалаларды көбін босатады. Осы жеңісте Ақ Темір әулетінің үстемдігінен тәуелсіздігін алады. Жалпы шаруашылығы Ақ көшпелі жартылай мал шаруашылығы, Алтай, Ұлытау, Орал тауларында және диқаншылықпен де, жер шаруашылығымен де айналысқан. Бұл Сығанақтың маңы, Сырдария аңғары. Ақ отырғыш аудандарында жерді шарт түрде иелену жеке меншіктің түрлерін қалыптастырды. Көшпелі аудандарда мал шаруашылығы кеңінен дамыды. Ақ еңбекші халқы хандар мен ақсүйектер жаңағы зекет, тағар тәрізді салықтар төлеп, әртүрлі парыз қарыздарды өтеп отырған. Мәдениеті де үлкен. Ақ мәдениетіне
біз халалық мәдениетті жатқызамыз, яғни ерзен ханның тұсындағы дами түскен кезі хан отырар, сауран, жент, баршынкент сияқты қалаларда мешіт медреселер болды. Сығанақ қаласы Орта Азия мен дешті қыпшақта басты сауда және қолөнер орталығына айналды. Мінекей балалар, осындай үлкен мағлұматтар біздің Ақорда қазақ хандығының негізгі алғашқы мемлекеттік орын деп атауымызға негіз болады. Енді балалар, сіздерге тапсырма Ақорда қазақ хандығының негізі жөнінде қорытынды ой жазып келсеңіздер үйден, және Қазақстанда мемлекеттік қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндірсеңіздер болады. Рахмет.